Сәлеметсіздер ме, құрметті киносүйер қауым. Бүгін біз 2013 жылы шыққан «Зловещие мертвецы. Черная книга», яғни «Зұлым өліктер» қара кітап фильмі жайлы айтамыз. Бұл 1981 жылы шыққан киноның ремейкі. Режиссер Фредерико Альварес бұдан бөлек «Не дыши» фильмінің бірінші және екінші бөлімдерін, сонымен қатар 2022 жылы «Техасская резня бензопилой» киносын түсірген. Аздап мәліметке ие болған болсақ, обзорды бастайық. Фильмнің прологы орманда шошып кеткен қыздың біреуден қашпақ болған оқиғасынан басталады. Алайда екі қуғыншы оны қуып жетіп, басынан соққы беріп, есінен тандырып тастайды. Сөреге байланған бөлмеде оянған қыз бір топ үнсіз қызыл бояулы адамдарды көреді. Олардың арасында өзінің әкесі де бар еді. Папа, зачем ты так со мной? Содан кейін сондағы кемпір руникалық жазумен жазылған кітаптан оғаш мәтіндерді оқиды. Біраз әңгімеден кейін қызға жын кіріп, ол өз анасын өлтіргені белгілі болады. Кемпір күштеп, әкесі оған бензин құйып, отқа жағып, өртеп жібереді. Әлгі қыздың жүзі бұрмаланып, жын шайтан дауыспен қарғыс айтып, жиналғандардың жанын бәрібір жеймін дейді. Сосын әкесі қызының жанып жатқан денесін мылтықпен атып тастайды. Я тебя люблю, милая. Әрі қарай әңгіме орманға, бір топ жастар жиналатын қараусыз қалған үйге оралады. Олар мұнда Мия есімді қыз үшін келген. Өйткені Мия есірткіге беріліп кеткен. Мия есірткі салынған қапшықты құдыққа лақтырып, енді есірткіге жоламаймын деп ант береді. Я обещаю завязать с этим говном навсегда. Алайда оның достары алдыңғы мұндай рәсімнің қалай аяқталғанын есіне алып, бір-біріне бұл жолы оны үйден шығармаймыз деп уәде береді. Бірнеше сағаттан кейін Мия өзін жаман сезіне бастайды, және ол үйде адамның төзгісіз шіріген иіс бар екенін айтады. Но тут явно что-то умерло. Но тут ничем не пахнет. Еденнен жертөлеге апаратын есікті тапқан достар төбеде ілулі тұрған жануарлардың мәйіттерін және тікенек сыммен жараланған байламдарды көреді. Оны ашып, Эрик ешкімге беймәлім көне тілде рунамен жазылған «Натуром де Монто» деп аталатын ескі кітапты табады. Не тронь эту книгу. Кітаптың мұқабасы былғардан тігілген болуы керек. Кітап беттерінде жын шайтандық көріністер бейнеленген. Қай жерлерде кейбір сөз тіркестерінің аудармасы қаламмен жазылған, ал бір бетінде негізгі мәтіннің үстіне қызыл қарындашпен немесе сиямен жазылған ескертулер бар. Мынаны айтпа, мынаны жазба, бұған құлақ аспа, жаныңды тозақ сорат деген және тағы солай боялған жазулар бар. Дегенмен Эрик оларды сұрыптап, қарындашпен сурет салу арқылы оқи бастайды. Анда. Осыдан кейін Мия есінен танып бара жатқанын айтып, үйге алып кетуді өтінеді. Бірақ достарының, соның ішінде ағасы Дэвидтің қолдауын кездестірмейді. Может, они правы? Ты здесь, чтобы поддерживать меня. Бөлмесіне барып, терезеден қашып кеткеннен кейін ол көлікке отырып кетіп қалады. Жолда апатқа ұшыраған бойжеткен көліктен түсіп, өзі көрген елес кейіпті қыздан қашып, бұтаға ілініп қалады. Оны қуған аруақтың аузынан шыққан қара бұтақтар оны зорлайды. Сосын достары оны тауып алып, үйіне алып кетеді. Шошып қалған Мия өз бөлмесінде біраз отырады. Содан кейін душқа түсіп, үстіне ыстық, почти қайнаған су құйып, өзін өзі күйдіре бастайды. Мия! Ал Эрик көп ұзамай кітаптан осы мінез құлықтың сипаттамасын табады. Жастар Мияны дәрігерге апаруды ұйғарады, бірақ олар өзенге қарай жүріп, көпірдің жоғалып кеткенін көргенде, олар жаңағы үйге қайтып келеді. Үйде жын соққан Мия достарына жақын арада өлетіндерін айтып, Оливияға шабуыл жасайды. Оливия оған тыныштандыратын дәрі дайындау үшін жуынатын бөлмеге бара жатқанда Мия жертөледе қамалады. Біраз уақыттан кейін ваннаға кіріп бара жатқан Эрик Оливияның бұрышта отырғанын көріп, аузы мен шектерін кесіп тастағанын көреді.
Ол оған шабуыл жасайды, бірақ Эрик Оливияны дәретхана ыдысының сынығымен ұрып өлтіру арқылы жеңіп шығады. Эрикті басқа бөлмеге апарғаннан кейін Дэвид жарасын таңып, Наталиден су мен қан алу үшін ас үйге баруын сұрайды. Қайтар жолда Натали Мияның жылап, жертөледен көмек шақырғанын естіп, оған түседі. Сол кезде Мия Наталиге шабуыл жасап, оның қолын тістейді, бірақ Дэвид Наталиге көмекке келеді. Ты чё, не спустишься сюда, чтобы я у тебя отсосала, красавец? Содан кейін ол жертөленің есігін шынжырмен шегелеп тастайды. Тістеген жараны жуып жатқан Натали оның қолының қалай өзгере бастағанын көріп шошып кетеді. Инфекцияға жол бермеуді ұйғарып, ол зақымдалған қолды электр арасының көмегімен кесіп тастайды. Ал беймаза Мия жертөледегі жарық шақтан шығып, ант етіп, мұны жасамауын өтінеді. Не отрезай! Иди нахуй. Осыдан кейін Эрик болып жатқан оқиғаға өзін кінәлі сезініп, Дэвидке ол кітаптағы белгілі бір заклинанияны байқамай оқығанын айтады. Ол шамасы белгісіз зұлым, жанды жалмап тұрған адамды оятты. Сондай-ақ бұл болмысты иеленген жынды шығарудың 3 жолы жазылған: тірідей көму, бөлшектеу және өртеу арқылы. Если она умрет, тогда это нечто умрет с ней. Алайда бұл бәрі емес. Жын 5 жанды алса, яғни 5 адамды өлтірсе, аспаннан қан жауып, қабірлерден өлгендер қайта тіріледі. Злую сущность, берущего души. Эрик кітапты өртеуге тырысады, бірақ ол жанбайды. Кейінірек жігіттерге пневматикалық балғамен иеленген Натали шабуыл жасайды. Қазірдің өзінде жараланған Эрикті қатты жарақаттап, ол Дэвидке ауысады, бірақ ол шолақ мылтыққа жетіп, оның басқа қолын оқпен жұлып алады. Өзіне келген Натали не үшін деп сұрап, құшағында өледі. У меня лицо болит. Натали. Дэвид пен Эрик үйді өртеу туралы шешім қабылдады. Барлық жерге жанармай құйып болған Дэвид жертөледе қарындасының ән айтқанын естиді. Бұл әнді бір кездері анасы айтып берген еді. Прощаться нам пора. Малыш. Үйге от жағуға батылы бармай, ол жертөлеге түседі. Оған Мия шабуыл жасайды. Эрик оған көмектесу үшін жертөлеге келеді. Содан кейін ол алған жарақатынан қайтыс болады. Ты это знаешь, друган. Оның есіне жаңелде қыздың денесінен жынды шығарудың 3 жолы есіне түседі. Сөйтетте Дэвид қарғыс атқан Мияны тірідей көмеді. Бірақ оған соңғы уыз жерді лақтырып, қазып алып, қайта тірілтеді. Мия жыннан құтылады. Олар кетуге дайындалып жатқанда Дэвид кілттерді алу үшін үйге барады. Оған ішіне жын кіріп кеткен Эрик шабуыл жасайды. Зардап шеккен ол Мияға көліктің кілтін береді және оның кетуін айтады. Ал өзі үйде қалып, үйді жарып жібереді. Үйдің жанында тұрған Мия жоғарыдан тамшылаған қанды жаңбырды сезеді. Жын өзінің 5 жанын, яғни 5 адамды өлтіріп бітті. Сол кезде жерден антропоморфты жынға ұқсас нәрсе көтеріледі және Мияны қуа бастайды. Ол қораға жүгіреді. Ол жерден шынжыр табады. Содан кейін ол сыртқа жүгіріп шығып, көліктің астына тығылады. Ол жақындап келе жатқан жынның аяғын кесіп алып, одан шығуға тырысады, бірақ үлгермейді. Жын көлікті аударып тастайды және Мияның білегі аударылған көліктің астына түсіп қалады. Мия үлкен күш жұмсап, қысылған қолын жұлып алады. Содан кейін Мия жынды арамен екіге бөліп жібереді. Сожри вот это уёбище. Мия оны жеңді. Жынды өз кезегінде жер жұтып кетеді. Қанды жаңбыр аяқталады. Тек Мия ғана тірі қалып, фильм бітеді. Обзор ұнаған болса, лайк басып, пікір жазып, каналды жоғалтпас үшін тіркеле кетіңіздер.